Лионель Андрес Месси Кучетини, аргентиналық футболшы, Барселона клубының және Аргентина ұлттық құрамасының шабуылшысы, капитаны. Месси қазіргі таңдағы әлемдегі ең үздік футболшылардың бірі. Жанкүйерлері оны футбол аңыздары Пеле мен Марадонамен жиі салыстырады. Лионель Месси 1987 жылы 24 маусымда Аргентинаның Росарио қаласында туылған. Әкесі Хорхе Хорасио Месси, анасы Селия Мария Месси қарапайым жұмысшылар болған. Әкесі болат құю комбинатында жұмыс істесе де, қосымша футболдан жастар командасын жаттықтырған. Әкесінің отбасы Италияның Реканати деген жерінен шыққан. Лионельдің Родриго және Матиас есімді екі ағасы, Мария Соль деген әпкесі бар. Мектепте Мессидің үлгерімі орта деңгейде болған. Ол бәрінен де дене шынықтыру және музыка сабақтарын жақсы көрген. Месси 5 жасынан бастап Грандоли балалар клубында футбол ойнай бастаған. Оның үйі команданың футбол алаңынан алыс болғандықтан, алғашқы жаттығуларға апасы Селия ертіп апарған. Апасы Мессидің футболист болуын қалаған отбасындағы жалғыз адам болған. Месси 11 жасқа толғанда апасы қайтыс болып, кейіннен ол голдардың көбісін апасына арнаған. Лионель әрбір соққан голынан кейін қолын аспанға көтеріп, апасына арнайтын болған. Месси қарсыластарын жоғарғы жылдамдықты алдап өтіп, өзі гол соққанды жақсы көретін. Ол Грандоли клубында 7 жасқа дейін ойнаған. 1994 жылдың 21 наурызында Месси Ньюэллс Олд Бойз клубымен келісімге отырды. 1999 жылы клуб 45 матчты қатарынан жеңген. 11 жасында Месси өсу гормонының дефициті ауруымен ауырған. Яғни бойының өсуі баяулап, салмағы жеткіліксіз болған. Ата-анасы айына 900 евро тұратын қымбат емді төлеуге қауқарсыз болған. Лионель 13 жасында ата-анасымен бірге Испанияға көшіп барып, Барселонаның жастар командасына қосылған. Клубтың басшылығы Мессимен келісімге отырып, оның емін төлеп берген. 2004 жылы қазанда ол клубтың негізгі құрамасында дебютін өткізді. Месси Барселона сапындағы алғашқы голын 2005 жылы Альбасете қақпасына соқты. Ол матчтың соңына қарай шығып, Рональдиньоның пасын іске асырды. Барселона сол маусымда соңғы 6 жылда алғаш рет чемпион атанды. 2008 жылғы маусымның басында Месси өзінің 19 нөмірін Рональдиньоның 10 нөміріне ауыстырды. Себебі Рональдиньо Миланға ауысқан болатын. – 2018 жылы Месси Барселонаның капитаны атанды. Месси алтын доп пен алтын бутсаның 6 дүркін иегері.
Ол Барселона клубымен бірге Испания чемпионатының 10 титулын, 4 рет UEFA Чемпиондар лигасын, 6 рет Испания кубогын, 8 рет Испания суперкубогын, 3 рет Европа суперкубогын және 3 рет клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңген. Месси Аргентинаның жастар құрамасы сапында 2005 жылдың әлем чемпионы атанып, сол жылы Аргентинаның ұлттық құрамасында дебютын өткізді. Месси 2008 жылдан бері Антонелло Ракуццамен кездеседі. Олар 5 жасынан бастап Росарио қаласында бірге өскен. Ұзақ уақыт бойы Месси мен Антонелло бейресми некеде болған. Дегенмен Месси 2017 жылы Росарио қаласында Антонелло Ракуццаға ресми түрде үйленді. Олардың Тиаго, Матео және Чиро есімді 3 ұлы бар. Мессидің отбасы оның карьерасына белсенді түрде араласады. Әкесі Хорхе 14 жасынан бастап футболшының агенті, үлкен ағасы Родриго күн тәртібімен жарнамаға жауап береді. Ал анасы мен Матиас есімді екінші ағасы Лионельдің қайырымдылық қорын басқарады. Лионель Месси қайырымдылық іс-шараларына белсенді түрде қатысады. Ол жастық шағында дерттің қиыншылықтарын басынан өткізгендіктен, балаларға көмектесуге аса көңіл бөледі. Сонымен қатар 2007 жылы Лионель өзінің Лео Месси қоры атты қайырымдылық қорын құрған. Қордың мақсаты балаларға медициналық көмек пен білім алуға көмек көрсету. 2013 жылы Испания билігі Мессиді әкесімен бірге салықтан жалтарды деп айыптады. Месси кінәлі деп табылып, әкесі екеуі айыппұл төлеуге мәжбүр болды. «2019 жылы Forbes журналы бойынша Месси әлемдегі жалақысы ең жоғарғы спортшы атанды. Мессидің табысының көп бөлігін жарнамалық келісім шарттар да құрайды. Ол Adidas, Pepsi, Gillette, Turkish Airlines және тағы да басқа секілді компаниялармен де ынтымақтасады. Time журналы бойынша Месси 2011-2012 жылдары әлемдегі 100 ықпалды адамдар тізіміне кірді.